Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі тақырыбымыз ықтималдықтарды қосу және көбейту. Сабақтың мақсаты ықтималдықтарды қосу және көбейту қасиеттерін пайдаланып, есеп шығаруды меңгеру. ОБТ есептерінде кездесетін ықтималдықты табуға берілген есептерді шығару дағдыларын дамыту. Бірден мысал қарастырайық. Жәшікте 20 кубик бар. Оның 10-ы ақ, 4-еуі қызыл, 6-ы көк. Жәшіктен бір ғана кубик алынады. Осы оқиғаны қарастыратын болсақ, А оқиғасы кубиктің қызыл болуы, Б оқиғасы кубиктің көк болуы. А және Б оқиғалары бір уақытта орындалмайды. А және Б оқиғалары сондықтан үйлесімсіз деп аталады. Яғни, жәшіктен бір ғана кубик алынатындықтан. Тәжірибе барысында бір оқиғаның біреуі екіншісінің орындалуын жоққа шығарса, онда мұндай оқиғалар үйлесімсіз деп аталады. Енді С оқиғасы кубиктің ақ түсті болмауын қарастырайық. Яғни, ақ түсті емес, ендеше қызыл немесе көк болуы мүмкін. С оқиғасы А және Б оқиғаларының орындалуына байланысты екенін анықтайық. А оқиғасының орындалуы 4-еу, Б оқиғасы 6-ау, С оқиғасы 10. Яғни, А оқиғасының ықтималдылығы 10-нан 20-дан 4, Б оқиғасының ықтималдылығы 20-дан 6, ал С оқиғасының ықтималдылығы бізде болады 20-дан 10. Себебі С оқиғасының ықтималдылығы А және Б оқиғаларының ықтималдықтарының қосындысына тең болады. Үйлесімсіз екі оқиғаның кез келген біреуінің орындалуының ықтималдылығы осы оқиғалардың ықтималдылықтарының қосындысына тең. Келесі мысал. Үстелде 10 емтихан билеті бар. Студент олардың біреуін алды. Алынған билет номерінің жай сан немесе 7-ден үлкен сан болу ықтималдылығы. А оқиғасы жай сан деп алайық, ал Б оқиғасын 7-ден үлкен сан деп алайық. 10-нан 4-еуі қолайлы жағдай А оқиғасы үшін. Себебі бізде жай сандар 2, 3 және 5, сосын 7. Ал Б оқиғасы, А оқиғасының ықтималдылығы ендеше 10-нан 4 болады. Б оқиғасының қолайлы жағдайы 3. Олар 8, 9, сосын 10. Ендеше Б оқиғасының ықтималдылығы 10-нан 3 болады. Келесі, С оқиғасы болсын. Яғни ол С оқиғасы жай сан және 7-ден үлкен сан. С оқиғасы А және Б оқиғаларының бірі болған кезде орындалады. Ендеше С оқиғасы тең болады 10-нан 7-ге. Қарама-қарсы оқиғалар ықтималдылығының қасиеті. Кубикті қарастырайық. А оқиғасы 6 санының түсуі, ал Б оқиғасы 6 санынан аз сан түсуі, ойын шегінде. А оқиғасының түсуі ол Б оқиғасының болмайтынын білдіреді, ал Б оқиғасының түсуі А оқиғасының болмайтынын білдіреді. Сондықтан А және Б оқиғалары қарама-қарсы оқиғалар деп аталады. А оқиғасында 6-дан 1-еуі қолайлы жағдай, ал Б оқиғасында 6-дан 5-еуі қолайлы жағдай. Сондықтан А оқиғасының ықтималдылығы 6-дан 1 болады, ал Б оқиғасының ықтималдылығы 6-дан 5 болады. Яғни ПА қосылған ПБ 1-ге тең болып тұр бұл жерде. 6-дан 1-ге 6-дан 5-ті қосқан кезде 1 шығып тұр. Сондықтан біз қарама-қарсы оқиғалардың қосындысы 1-ге тең деген қасиет шығады. 2 кубик лақтырылған. Түскен сандардың қосындысы 9-ға тең болмауының ықтималдылығы қандай дейді. Яғни 2 кубик бірдей лақтырылған десе, онда біздегі қолайлы жағдай 36-ға тең болады. Барлық жағдай 36-ға тең болады. Өйткені 2 кубик бірдей лақтырылып тұр. 6, 6-дан 36. А оқиғасы, яғни қосындысы 9-ға тең емес сан. Ал А түйіндес оқиғасы қосындысы 9-ға тең жағдай.
А оқиғасын қарастырғаннан көрі бізге А түйіндесі оқиғасын қарастырған ыңғайлы. 9-ға қосындысы 9-ға тең сандар, олар бізде 3 пен 6, 6 мен 3, 4 пен 5 және де 5 пен 4. Ендеше бұл 36-дан 4, 9-дан 1-ге тең. Ендеше біз осы жерден А оқиғасының ықтималдылығы тең болады 1 азайтылған 9-дан 1-ге. Ол тең болады 9-дан 8-ге. Екі тәуелсіз оқиғаның бірлесуінен пайда болған оқиғаның ықтималдылығын табуды қарастырайық. Бірінші оқиғаның орындалуы, екінші оқиғаның орындалуына байланысты болмайтын екі оқиғаны тәуелсіз оқиғалар деп атаймыз. Мысал қарастыратын болсақ, екі қорап берілген. Біреуінде 18 шардың 3-еуі қызыл, ал екіншісінде 24 шардың 4-еуі қызыл түсті. Әр қораптан бір шар алынды. Алынған шардың екеуінің де қызыл түсті болу ықтималдылығы қандай? А оқиғасы бірінші қораптан қызыл шардың алынуы, ал В оқиғасы екінші қораптан қызыл шардың алынуы. А оқиғасы үшін қолайлы жағдай бізде 18-ден 3-еуі, ал В оқиғасы үшін 24-ден 4-еуі. Ендеше А оқиғасының ықтималдылығы 18-ден 3, ал В оқиғасының ықтималдылығы 24-ден 4. А және В оқиғалар тәуелсіз оқиғалар. Барлық жағдайлар саны, яғни 18 бен 24-ті көбейтеміз, соған тең болады. Ал С оқиғасы үшін екі қораптан алынған шарлардың қызыл болуы қолайлы жағдай болып табылады. Яғни қолайлы жағдайлар саны 3 пен 4-тің көбейтіндісіне. С оқиғасының ықтималдылығы тең болады екі оқиғаның ықтималдылығын көбейтіндісіне, яғни 36-тан 1-ге тең. С оқиғасының ықтималдылығы тең болады А оқиғасы көбейтілген В оқиғасына. А және В тәуелсіз оқиғалардың бірдей орындалу ықтималдылығы осы оқиғалардың көбейтіндісіне тең болады екен. Бүгінгі сабақ барлықтарыңызға түсінікті болды деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.